Сәлем достар, қазір ревью арнасына қош келдіңіздер. Өздеріңіз байқап отырғандай Алматы қаласына көктем келді. Осындай жағдай еліміздің басқа қалаларына да тән. Сондықтан барлығымыз таза ауаға шығып, серуендеп, күн шуақтың астында ұзағырақ жүргіміз келеді. Десек те жазғы демалыстарға дейін әлі 2-3 ай уақыт бар. Сондықтан барлығымыз таңертең тұрып, жұмысқа, сабаққа не басқа жерге асығамыз. Алматы сияқты ірі мегаполистерде немесе орта көлемді қалаларда бір жерден екінші жерге бару үшін бізде 3 түрлі вариант бар. Біріншісі өзіміздің жеке көлігіміз, екіншісі қоғамдық көлік және үшіншісі такси жалдау. Өздеріңіз байқағандай әрқайсының өз алдына кемшіліктері бар. Мәселен, қоғамдық көлікке келетін болсақ, ол жерде үнемі адам көп болады, қысылысып жүресіз. Сонымен қатар жағымсыз иістер де болуы мүмкін. Және де ауамен таралатын жұқпалы ауруларды жұқтыру қаупі бар. Таксиге келетін болсақ, күнделікті такси жалдап жүру сіздің қалтаңызды қағады. Ал жеке көлікке келетін болсақ, Алматы сияқты ірі қалада 1-2 сағат кептелісте тұрып, ағзаңызға зиян газды жұтып тұру ыңғайсыздық туғызады. Сонда сіздер менен сұрауларыңыз мүмкін ғой, біз қандай көліктің түрін пайдаланамыз деп. Мен сіздерге жауап бергім келеді. Қазіргі таңда елімізде, жалпы әлемде электр қуатымен жүретін, экологияға зияны тимейтін көліктердің түрлері өте көп. Соның бірі электросамокат. Біз бүгін Xiaomi компаниясының Midea 365 электросамокатын талдаймыз. Жалпы бұл бейнешалу самокат алам ба жоқ па деп кідіріп жүрген адамдарға арналған. Сонымен қатар самокат алсам, оның қандай түрін алу керек деген көкейінде сұрағы бар адамдарға арналған. Сондықтан біз бүгін нақты бұл модельді талқылап, кемшіліктері мен артықшылықтарын айтып, оны алуға болады ма, болмайды ма деген сұраққа жауап береміз. Ендеше кеттік. Xiaomi'дің нақты бұл моделі 2016 жылы шығып бестселлерге айналды. Яғни көпшілік оны тек қана дизайн үшін емес, сонымен қатар сапалы материалдардан жасалған үшін жақсы көрді. Біз қазір оның техникалық сипаттамаларын талдаймыз. Техникалық сипаттамаларына келсек, Xiaomi Midea 365 моделінің салмағы 12,5 килограмм. Сонымен қатар ол 100 килограммға дейін салмағы бар адамды көтере алады. Сонымен қатар бұл самокаттың ішінде 30 литий-ионды батарея бар. Қуаттылығы 280 ватт. Оны бір рет қуаттап алсаңыз 25-30 километрға дейін жол жүруге болады. Бұл самокатта 8,5 дюймдық, жалпақтығы 50 мм камералы дөңгелектер орналасқан. Ол өте жұмсақ жүреді. Жалпы самокаттардың барлығын тегіс жолмен жүргеніңіз дұрыс. Себебі баспалдақ, бордюрдан секірсеңіз немесе жаман жолмен жүрсеңіз, дөңгелектеріне зақым келіп, ол жарылып қалуы мүмкін. Мен сізге айтқым келеді, самокаттар жалпы екіге бөлінеді, камералы және камерасыз болып. Камерасыз самокаттарға келсек, оның артықшылығы олар жарылмайды. Десек те, жаман жолмен жүрген кезде жердің бетіндегі барлық кедір-бұдырларды, ой-құстар, шұңқырларды өзіңіздің денеңізбен сезесіз. Камералы дөңгелектерге келетін болсақ, олар жұмсақтау жүреді. Xiaomi'дің бұл самокатында қорғаудың IP54 стандарты бар. Мен ерінбей IP стандарт туралы интернетке кіріп қарадым. Яғни IP қорғау стандарты бойынша ең төменгі деңгей 22-ші, ал ең жоғарғысы 68. Өздеріңіз байқап отырғандай, бұл самокаттың қорғау стандарты IP54, яғни жоғарыға жақын. Десек те қатты жаңбырдың астында болмаса суды кешіп жүруге болмайды. Себебі оның ішкі құрылғыларына зақым келуі мүмкін. Самокаттың өлшемдеріне келетін болсақ, оның ұзындығы 1080 мм, биіктігі 1140 мм, ал рулі 430 мм-ді құрайды. Ал деканың, яғни самокаттың асты мен жердің астындағы арақашықтығы 88 мм. Сонымен қатар бұл самокаттың ерекшелігі ол екіге жиналады. Ол үшін сіз мойнында орналасқан, яғни вилкада орналасқан пластик құрылғыны шетке қарай жылжытып, басқыны төмен қарай басып, рульді төмен қарай түсіресіз. Яғни бұл жерде рульда орналасқан өзінің ілгіші бар. Ол артқы қанатындағы ілетін ілгекке ілінеді. Сол кезде оның биіктігі 490 мм-ді құрайтын болады. Дизайнына келетін болсақ, ол өте әдемі, яғни қара және ақ түсте өте тартымды болып келеді. Самокат сапалы материалдардан жасалған. Корпусына келетін болсақ, ол авиациялық алюминийден жасалған, өте жеңіл. Ал аяқ қоятын жері, яғни декасына келетін болсақ, оның бетінде рәзеңкелі қабаты бар. Яғни аяғыңыз су болса да тайып кетпейді, өте ыңғайлы. Самокатты басқарудың ең негізгі бөлігі рульға келетін болсақ, оның ұзындығы 430 мм, екі шетінде резеңкелі грипсалар орналасқан. Олардың диаметрі 33 мм. Қолыңызға өте ыңғайлы және
тайып кетпейді. Сол жақ қолыңыздың астында тежегіш басқысы, одан кейін дыбыс сигналы, ортасында сонымен қатар батареяның зарядын көрсететін индикатор панелі, сонымен қатар осы жерде қосу өшіру панелі, ал оң жақ қолыңыздың астында самокатты алдыға жылжытуға жауап беретін басқа орналасқан. Енді мен самокаттың ыңғайсыз жерлерін айтқым келіп тұр, бірақ оны кемшіліктер қабылдамаңыздар. Біріншіден, бұл самокаттың рулі жиналмайды. Яғни, егер сіз самокатты екіге жинап, метроға түсіп, сапарыңызды жалғастырғыңыз келсе, оның рөлі екі шетіне шығып тұрады. Демек, сол жердегі адамдардың киіміне немесе сөмкелеріне ілініп, ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Кей жағдайда ұрыс естуіңіз де мүмкін. Ал екінші ыңғайсыз жері самокаттың ешқай жеріне құлып салып қойып кетуге болмайды. Сондықтан 15 минутқа қараусыз оны қалдыру қауіпті болып саналады. Енді мен сіздердің назарларыңызды Xiaomi самокатының ерекше Zero Start функциясына аударғым келіп отыр. Ол қандай функция? Егер сіз самокаттың қасында жерде тұрсаңыз, алдыға жүру басқысын бассаңыз, ол жүріп кетпейді. Ал жүру үшін келесідей іс-әрекетке көшеміз. Біріншіден, самокаттың үстіне аяғыңызды қоясыз да, серпіле саласыз. Сосын барып басқыны бассаңыз, ол сізді ала жөнеледі. Рөлдің қақ ортасында орналасқан панель туралы нақты айта кетсек, оның бетінде 4 индикатор жанып тұрады. Олар ақ түсті, яғни әр қайсысы батареяның қуатын көрсетеді. Әрбір индикатор 25%-ке тең. Яғни сіз келе жатып самокатыңызда қанша қуат қалғанын көре аласыз. Сонымен қатар осы панельдің астыңғы жағында орналасқан қосу және өшіру батырмасын тез 2 рет бассаңыз, ең соңғы астындағы индикатор жасыл түске боялады. Яғни сіздің самокатыңыз эко үнемді режимге ауысады. Ол дегеніңіз, сіз жоғары жылдамдықпен жүре алмасаңыз да ұзақ километрді қамти аласыз деген сөз. Сонымен қатар сіз кез келген смартфонға қажетті қосымшаны орнатып, Bluetooth арқылы мына самокатпен байланыс орната аласыз. Және де сол жерде екі түрлі функцияны қосуға болады. Біріншісі рекуперация, екіншісі круиз контроль, круиз басқару деп аталады. Круиз контрольдің қандай ерекшелігі бар? Сіз егерде самокатпен 1 жылдамдықпен 5 секундтан артық жүрсеңіз, сізге дыбыстық сигнал келіп, сіз алдыға жүру басқысын баспай қойсаңыз болады, ол әр қарай сол жылдамдықпен жүре береді. Ал енді рекуперация функциясына келетін болсақ, сіз басқыны баспай, өзіңіздің күшіңізбен самокатпен жүрсеңіз, ол дөңгелек арқылы батареясына қуатты қайтадан жинап алады. Енді біз бұл самокаттың кемшіліктері туралы айтайық. Менің ойымша, бірінші кемшілігі және барлық самокаттарға тән, ол жиылмалы механизмнің ішінде орналасқан. Яғни сіз рульді мойнын жинап қайтадан қалпына келтірген кезде, оны байланыстыратын элементті жұқарып, кейін істен шығуы мүмкін. Яғни руліңізде діріл пайда болады. Ал енді екінші кемшілігі туралы айтатын болсақ, ол батарея мен артқы қызыл светодиодты шамды байланыстырып тұрған сым туралы болмақ. Ол артқы қанатының астында орналасқан. Яғни жүрген кезде қанаты дөңгелекке тиіп, ол жұқарып кейін үзіліп кетеді ме деген күдік туады. Ал енді үшінші кемшілігіне келетін болсақ, ол камералы дөңгелектеріне байланысты. Яғни әрбір адам салмағына сәйкес әрбір дөңгелекте белгілі бір қысым болу керек. Біз төменде әрбір адам салмағына сәйкес қандай қысым болу керек туралы ақпаратты қалдырып отырмыз. Бұл проблеманы кейбіреулері камерасыз дөңгелек салуымен шешеді. Төртінші кемшілікке келетін болсақ, мүмкін ол кемшілікте емес, нақты біздің осы пайдаланып отқан модельде артқы қанатында орналасқан ілгектің астында резеңке болу керек. Ол жоғалып қалған, яғни сатып алғаннан кейін міндетті түрде оны желімге отырғызу қажет. Сонымен достар, біз қазір ревью арнасында бүгін Xiaomi Mi 365 самокатын талдадық. Оның артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастырдық. Енді оны сатып аласыз ба, сатып алмайсыз ба, өзіңіз шешесіз. Қазіргі таңда нарықта бұл электросамокаттың екі бәсекелесі бар. Біріншісі Ninebot, екіншісі Kuga. Олармен салыстырғанда шындығына келгенде бұл электросамокаттың материалдарының сапасы өте жақсы. Және де ұзақ уақыт бойы сіздерге қызмет ете алады. Егер де біз күнделікті пайдаланып жүрген кәдімгі велосипедпен бұл электросамокатты салыстыратын болсақ, оның екі артықшылығы бар.
Біріншіден, оның көлемі, яғни сіз көп қабатты үйде тұрсаңыз, кез келген пәтерге жинап, оны қоя саласыз. Екіншіден, егер сіз жұмыстан шығып, үстіңізде жұмыс киім болса, онда бұл электросамокатқа отырып, үйіңізге жүре бересіз. Ал велосипедке біріншіден отыру ыңғайсыз, ал екіншіден сіз онымен жүргенде терлеуіңіз мүмкін. Осы жерде бұл электросамокаттың артықшылығы білінеді. Осымен мен сіздермен қоштасамын. Қазір ревью арнасында сапалы бейне шолуларды көруді ұмытпаңыздар. Бізге лайк басыңыздар, репост жасаңыздар, себебі сіздердің қолдауларыңыз арқылы біз қазақ тілді контентті дамытамыз.